Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан, кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен маска жайында сөйлесетін боламыз, яғни IP-дегі маскалар. Алдыңғы сабақта біз сіздермен сыныптар және олардың диапазоны жайында айтқан болатынбыз. Қазіргі таңда бұл сыныптардың A, B, C, D, E-ға бөлінуі негізі устаревший версия дейді. Оның орнына масканы пайдаланады деп айтады. Маска желідегі компьютердің номерінен желілік адресті бөлуге мүмкіндік беретін үлгі шаблон деп беріліпті. Мысалға IP адрес, масканы пайдалану арқылы IP адрестен желідегі адресті компьютердің номерін, яғни екі данныйды бөліп алуға болады. Желілік адресті компьютер номерін бөліп алуға болады екен. С помощью маск. Екінші, Арман ПВ-да былай деп айтады. Желідегі компьютерлерде IP мекенжайдан бөлек маскада болады дейді. Ол ішкі желі немесе подсеть шекараларын, басқаша айтқанда диапазонын анықтау үшін әр компьютерде кімнің онымен бірге бір ішкі желіде, кімнің осы желіден тыс орналасқанын білу үшін қажет дейді. Масканың жазылудың үш түрі бар, олар префиксті, ондық және екілік. Префиксті IP-дің адрестің жанына слэш деп келетін болса, онда сонша бірлік бар деген сөз. Мысалға, слэш 23 деп келсе, маскада 23 бірлік бар деген сөз. Бұлар енді бинарында жазылғаны байқайтын болсақ, маскалардың сол жағы міндетті түрде 1, оң жағы 0 мен аяқталу керек. Екінші жазылу ондық версияда 255, 255, 200 и одан кейін 0. Онда 24 бір бар деген сөз. Одан кейін екілік жазылуы 8, 16, 17, 18 бір бар, одан кейін 0. Яғни осы жерден түсінуге болады, что бізде 255, 255, 255, 255-тің ішінде қанша маска бар екені уже белгілі. Неге? Өйткені кез келген маска міндетті түрде 0 мен аяқталады, оның басы 1 болу керек. Сонда біз масканың мынандай түрлері барын білуіміз керек. Желідегі маска префикс 0, яғни барлығы 0 деген сөз. Одан кейін 128.0 деген бар, басы 1, одан кейіннің қалғаның барлығы 0. Яғни 1 дегені 1 бар деген сөз. 2 деген 2 1, 3 деген 3 1 бар деген сөз. 4 деген 4 1 бар деген сөз. Соответственно 32 деген 32 1 бар деген сөз. Сонда мынау мысалға маска болмайды. Бәрі 1 1 1 болып келеді да, ең соңында мына жерінде 1 болып қалса, бұл уже маска бола алмайды. Маска деген или сплошной 0, или сплошной 1 болу керек. 1-ден 0-ге қарап жүргендегілердің барлығы маска болады. Яғни осы 32 масканы пайдалану арқылы IP-дегі екі бөлікті алуға болады. Олар желі адресін және компьютерлік номерді біліп алса болады екен. Осыған байланысты үш түрлі есеп бар, сол есептерді шығарып көрейік. Бірінші, IP берілген 192, 168, 104 және 151 және де маска берілген 255, 255, 255, 224. Осы IP-ді пайдалану арқылы компьютердің номері мен желідегі адресін тап дейді. Бұнда есептер бізде үшеу. Барлық есептер берілген үш есептің барлығы Алматы, Арман, Атамұра немесе төртінші баспаның аты қандай еді? Астана ма? Мектеп па? Сол баспадан алынған. Тексеріп көре салайық. Бізде Алматы, Арман, Атамұра, мектеп. Осы баспалардан берілген есептерді шығарамыз. Любой IP адрес, любой маска жазу арқылы компьютердің номері мен желідегі адресін табуға болады. Демек, берілген ондық санау жүйедегі IP адрестерді екілікке айналдырамыз. Ол үшін бізде Excel'де, негіз бұны Excel'де жазудың қажет жоқ. Бұны блокнотқа жазса болады. Мен осылай блокнотқа жазып шығарам. Просто бұл жерде екілік санау жүйеге айналдырудың оңай жолы бар болғаннан кейін Excel'де екілікке айналдырып жатырық. Немесе сіздер калькуляторда пайдаланып, ондық санау жүйеден екілікке айналдырсаңыз болады. Мысалы 192 дегенді алсаңыздар, 2 1 қалған 6 да 0. Но мен олай жазып отырғым келіп тұрған жоқ. Excel'дің мүмкіндігін пайдаланамын. Ол үшін біз десятичныйдан десятичный в двоичный дегенге ауыстырамыз. Яғни қай ұя шықты, мына ұя шықты. Сонымен жақшаны жабам. Окей, яғни міне калькулятордан байқағанымыздай 192-ні екілікке айналдырған кезде 2 1 қалғаның барлығы 0. Өйткені мен салыстырмалы көшіремін, оңға тартам и астына түсіремін. Вуаля. Менде IP-ді масканың барлығын екілікке айналдырдым. Бұл не үшін керек? Чтобы компьютердің номері мен желідегі адресін табу үшін керек. Енді мына жерде бір заңдылық бар. 192-ні, яғни 255-те тұрған масканы екілікке айналдырсаңыз толық 1 болады.
сондай заңдылық бар. Байқасаңыздар, қазір бұның не үшін керек екенін айтатын боламыз. Компьютердің номерін қалай анықтайды? Компьютердің номерін анықтау үшін мына нәрселерге мән беру керек. Мына жерде 0 өшіп қалды, алдына 0 жазайын да, формат ячейкаға кіріп, формат ячейкаға текстовый қаласылайын, просто алдына 0 тұру үшін. Мұқият тыңдаңыздар. Компьютердің номерін табу үшін масканың қай жері 0-ден басталады, соның үстіндегі ондық санды, екілік санды аламыз. Яғни, мынаны қызылға белгілейін. Маска менде мына жерде аяқталды. Яғни, осы жерде маска 0-мен аяқталды. Осының үстінде тұрған екілікті компьютердің номері деп аламын. Яғни 1, 0, 1, 1-ді мен қайдан алдым? Ол мына тұрған 5 0-дің үстіндегі сандары. Енді осы тұрған екілік санау жүйесін ондыққа айналдырамыз. Ол үшін тең двоичныйдан десятичныйға айналдырамыз. Мына шықты. Біздің жағдайдағы 192, 168, 104, 151 және маскам 255, 255, 224 болғандағы компьютердің номері 23. Енді желідегі адресін қалай табам? Желідегі адресін табу үшін IP мен маскаларды бір-біріне көбейтем. Бірге бірді көбейтем. 1. Қазір проблема болмау үшін барлығын текстовыйға айналдырып қоя салайын. Формат ячейка, текстовый. Окей. Бірге бірді көбейтем. 1. Бірге бірді көбейтем. Мына бірмен, бірінші бірмен астындағы бірді көбейіп жатырмын. Одан кейін 1, 0-ге 1-ді көбейтем. 0, 0, 0, 0, 0. 3, 5, 6, 0. Байқайтынымыздай, баяғы 192-ге қайтып келеді. Қазір оны ондық айналдырған кезде көреміз. Келесі, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 0-ге 1-ді көбейтем 0, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 0-ге 1-ді көбейтем 0, 1, 0, 0, 0. Келесі, 0-ге 1-ді көбейтем 0, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 0-ге 1, 0, 1-ге 1, 1, 0, 0, 0. Келесі, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 0-ге 1, 0, 0-ге 1, 0, қалғаның барлығы 0 болады. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни, желідегі адресінің екілік санау жүйесін таптық. Енді осыны біз айналдырамыз ондыққа. Тең двоичныйдан десятичный айналдырамыз. Мына шықты. Тақшаны жабамыз. Упс. Так, шықтарды формат ячейка. Слабой. Тең двоичныйдан десятичный айналдырамыз. Мына шықты. Окей, 192 шықты. Айналдырамыз. Яғни, 192, 168, 104, 151, IP-да 255, 255, 255, 224 маскада, компьютердің номері 23, желідегі адресі 192, 168, 104 және 128. Осы жерде мына нәрсені байқау керек. Егер маска 250 болып келетін болса, онда желідегі адресте бәрі сол санның өзі қайып шығады. Демек, келесі есептерде маска 255 болып тұрған жерлерді оны екілікке айналдырып, оны көбейтіп, одан шыққан екілікті қайтып ондыққа айналдырудың пайдасы жоқ. Қайтадан сол санның өзі шығады. Всего лишь бізде 255 еместердің барлығын екілікке айналдырып, оны жоғарыдағы IP-ға көбейтіп, компьютердің номері мен желі адресін алуға болады екен. Екінші есеп осыған ұқсас келеді. Мұқият қарайтын болсақ, 255 пен 255, оны IP-ді айналдырудың қажеті жоқ. Значит, мен бірден желідегі адресін жазып қоя салайын. Ол бізде 231, 133. Негізгі желідегі адресін жазып қойдым. Енді мен 13-ті екілік санау жүйесін айналдырам. Мына жақта айналдырудың маған уже қажеті жоқ. Тең десятичныйдан двоичныйға деймізді. Мына шықты таңдаймыз. 1-1-0-1 шығады. Осыны астына түсіреміз. Немесе оң жаққа, кейін астына түсіреміз. Енді мына формуланы жай жолға айналдырып қоя салайын. Мына формуланы да
F9'ды басып жолға айналдырайын мына формуланы да. Типін, төртеуін де типін текстовый қыластай. Не үшін? Бұлардың барлығы негізі есепте қажет емес. Бұл просто мендегі жағдайда текстовый айналдыру керек болып тұр, чтобы алдына 4-0 қосу үшін. 1, 2, 3, 4. Окей, мынағанда 8-0 болу керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. 6, 7. Енді біз нөлдерін санаймыз. Біз былай деп айтқан болатынбыз. Компьютердің номерін табу үшін біз масканың нөлі қай жерден бітеді, соның үстіндегі санның бәрін аламыз деп. 8-0, алдында 9-0 бар. Яғни мен жоғарыдағы бірден бастап алам. Мынаны и дальше мыналардың барлығын алам. Сонда 0-дің үстінде менде 1 бар, 1-ді жазам. Одан кейін келесі 1 бар. 1, 2, 3, 4, 0 бар. 1, 2, 3, 4, 0 бар. Одан кейін 101 бар. Окей? 2, 4, міне 389 шықты. Яғни IP адрес 231, 133, 13 және 133 болғанда, маскам 255, 255, 254, 0 болғанда, компьютердің номері 389. Ары қарап 0-ге 1-ді көбейтем, менде 0 болады. Мынау 4-0 болады, астында 1-ді көбейткенмен 1, 2, 3, 4. 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 0-ге 1-ді көбейтем 0, 1-ге 0 көбейтем 0, Enter. Соответственно, алдындағы 0-дерім қойылу үшін мен негізі текстовыйға айналдырам ячейканы. Формат ячейк, текстовый и алдына 4-0 жазам. 1, 2, 3, 4. Окей. Ары қарап, мына 0-дің барлығы мына 0-ға айналдырған кезде 0 шығады. 0 шығады. Ол 10-ды айналдырған кезде бәрібір 0. Енді мына яшықты 10-ды айналдырған кезде двоечныйдан десятичный айналдырған кезде мына яшықты онда болады 12. Қортамыз 231, 133, 13, 133 IP-да маска 255, 255, 254, 0 болғанда компьютердің желідегі номері 389, желідегі адресім 231, 133, 12 және 0. Сондай, үшінші есеп тоже самый. 255 бар екен, значит, желідегі адресім өзгермейді. 156, 132. Дальше 15 дегенді мен екілік айналдырам, тең двоичный, десятичныйды, то есть десятичныйды двоичныйға айналдырам. Мына яшықты ақшаны жабам. 10-ға және астына. Мынаның алдында F9 басайын. Мынаның алдында менде 4-0 бар деп елестетуім керек. Типін текстовыйға айналдырам. Формат ячейк, текстовый. Алдына 4-0 қоям. 1, 2, 3, 4. И мынада то же самое, бұны текстовыйға айналдырып, формат ячейк, текстовыйға айналдырамыз да. 4-0 береміз. F9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Болды, енді 0-дерін санаймыз. 0-дің үстіндегі тұрған бірлерді алып жазатын болсақ, ол бізде компьютердің номері болады. 6-0, оның алдында 2-0 бар. Демек, 2-0-дің үстіндегі 2-1-ді алам. 1-1. Одан кейін 1, 1, 2, 3, 0 бар. 1, 2, 3, 0 бар. 10, 10. Окей, үлкен сан шығайын деп тұр. Менде қазір минустан шығып тұр, енді осыны бинарныйға жаза салайын. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 10, 10. 906 шығады екен. 906 десятичный. Дальше 0-ге 0-ді көбейтеміз 0. Мына екеуін формат ячейкті текстовыйға айналдыра салайын. 0-ге 0-ді көбейтем 0, 0-ге 0-ді көбейтем 4-0 ғой. 4-0, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 1-ді көбейтем 1, одан кейін 0-ге 0, окей. Енді мынаның барлығы 0 болады. 0-ге өткен кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 бар. Желідегі адресім менің 156-ым, то есть астына түседі. Мынау 132, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, мынау бізде 12 болады. Онды айналдырғанда мынау бізде 0 болады. Енді ауызша айналдыра салдым да. Қорытамыз. 156, 132, 15, 138 IP адресте 255, 255, 255, 0 маска пайдаланылғанда
Компьютердің номері 906, желідегі адресі 156 132 12-0. Бүгінгі осындай бір ұзақ сабақта біз сіздермен маска жайында сөйлестік, және де маскалық есептерді шығардық. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.